Сәлем достар. Біз QRF ұжымы YouTube'да жүргенімізге біраз болып қалды. Сол уақыттар ішінде неше түрлі адамдардан неше түрлі комментарийлер келіп жатты. Арасында әрине хейттер өте көп болады. Бірақ ешқандай сөзді өзімізге өте қатты жақын қабылдаған жоқпыз. Не айтып кеттім десеңіздер, біздің бүгінгі видеодағы кейіпкеріміз әлеуметтік желілерде өзінің сыныптасы жазған хейтке бола, оны пышақпен бауыздап тастаған. Оқиғаның қалай болғанын осы видеодан көре аласыздар. Видеомыз басталмай тұрып, лайк басып арнамызға тіркеліп кетейік. Біз QRF ұжымы алдағы 4 айдың ішінде 50 мың жазылушы санына жеткіміз келеді. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Nevada Тян туралы қысқаша баяндап береміз. жылдың 1 маусым күні Сасебо қаласындағы бастауыш мектебі. Оқушылар түскі асқа дайындалып шулап жатады. Жапон бастауыш мектептерінде асхана жоқ. Сол себепті оқушылар түскі асты сыныптарында ішеді. Барлық жағдай қарапайым күндердегідей өтіп жатқан секілді көрінеді. Бір уақытта сынып жетекші оқушыларын түгендеп жатып, екі қыздың жоқтығын байқайды. Басқа күндері ол екеуі түскі асты мүлде жібермейтін. Мұғалім алаңдап тұрғанда, бос тұрған көрші сыныпта сұмдық нәрсе орын алады. Оқушылар тамақтарын ішіп отырғанда, жоқ болған екі қыздың біреуі 11 жасар Нацуми Цуджи келеді. Оның киімі қан. Оған қоса қолында қан ағып жатқан кеңсе пышағы болды. Мұғалім бірден ол өз-өзіне қол жұмсамақшы болды деп ойлайды. Сосын қыз сабырлы күйде, бұл менің қаным емес дейді. Нацуми солай көрші сыныпты қолымен көрсетеді. Ол сыныптың ішінде 12 жасар Сатоми Митара есімді оның сыныптасы өліп жатады. Қыздың мойнын кеңсе пышағымен тіліп жіберген екен. Нацуми оқиғаның қалай болғанын өзі айтып береді. Ол Сатомиді бос тұрған сыныпқа шақырып, орындыққа отырғызады. Өзі артынан барып, ойын ойнайық деп, Сатомидің көзін жабады да, кеңсе пышағымен оның тамағын кесіп жібереді. Ол полицейлерге осыны 4 күн бойы жоспарлап жүргендігін айтады. Сосын бір сериал көріп, онда маньяк біреуді дәл солай кеңсе пышағымен өлтіреді. Солай өзі де оны шын өмірде қолданады. Ең сұмдығы, Нацуми сыныптасының мойнын кескеннен соң 15 минут бойы оның қасында тұрып, басынан және денесінен тепкен. Сонымен қатар қыздың қолын да кесіп, тезірек қан жоғалтқанын күткен. Полиция қызды алып кетіп, Нацуми бөлімшеде түнейді. Жиі жылап, өзіне ұсынылған тағамдардан бас тартқан. Соңында бір үзім нан жеп, жеміс шырынын ішеді. Жауап алудың бірінші кезеңінде ол кісі өлтіруге не себеп болғанын айтпайды. Бірақ көп ұзамай, ол интернетте қалдырылған хабарламалардың салдарынан Митара екеуінің арасындағы конфликт болғанын мойындады. Ол Митарайдың оған жала жауып, салмағына қатысты жағымсыз сөздер айтқанын жеткізеді. Бұл Сатомидің түскен соңғы фотосы. Екеуінің негізі ортақ тақырыптары көп еді. Және бірге бір үйірмелерге баратын. Ешкім олардың арасында конфликт туындағанын көрмеген. Психолог Нацуми психикалық аурумен де ауырмағанын айтады. Нацумидің ата-анасы оның сабағына көп көңіл бөлген. Жапонияда оқушылар бастауыштан орта сыныпқа өту үшін емтихан тапсырады. Нацуми бұрында бір баланы жұдырықпен бетіне ұрған екен. Басқа оқушылар да қыздың бір түрлі екенін айтады. Нацуми Королевская битваның фанаты болған. Жалпы фильмде сынып бір аралға барып, бір-бірімен соғысады. Ең соңында бәрін жеңген адам аралдан тірі шығады. Нацуми Цуджи 2004 жылдың 15 қыркүйегінде сотталып, Точики префектуралық түзеу мекемесіне 9 жылға жіберіледі. Сол уақыттары Жапон үкіметі кәмелеттік жасқа толмаған балалардың қылмыстарынан қатты сақтанған. Тіпті бақ өкілдеріне қыздың атын жариялауға тыйым салынып, жаңалықтарда оны А қыз деп атайды. Алайда, Фуи ТВ арнасының жүргізушісі әдейі ме немесе байқаусызда ма қыздың есімін атап қояды. 2004 жылы Нагасаки отбасылық соты оны 2 жылға еріксіз ауруханаға жатқызуға үкім шығарады.
Бірақ жаза мерзімі 2006 жылдың қыркүйегінде тағы 2 жылға ұзартылды. 2008 жылдың 29 мамырында жергілікті билік жазаны одан әрі ұзартпайтынын мәлімдеп, қыз үй қамаққа босап шығады. Солай біраз уақыттан соң отбасымен бірге ол қыз белгісіз аумаққа кетіп қалады. Сізде сұрақ болуы мүмкін: неліктен Невада Тан? Қыздың есімі басқа емес пе деген? Бағанағы фотоға мұқият қараңызшы. Нацуми киімінде Невада деп жазылған. Бұл университеттің атауы еді. Дәл осы сөзге жапонша тан немесе чан сөзін жалғап, кішкентай Невада деген сөз тіркесі пайда болды. Осыдан соң Невада туралы мемдер шығып, Невада атты жазуы бар киімдерге сұраныс көбейіп кетеді. Жапония негізінен әлемдегі қылмыс деңгейі төмен елдердің бірі. Көпшілік адам онда өмір сүру қауіпсіз деп санайды. Бірақ мынандай жағдайлардан соң күншығыс елінде қылмыс мүлде болмайды деп ойлау қиын. Осылайша видеомыз аяқталды. Лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Жаңа жылға дейін 50 мың жазылушыға жету деген мақсатымызға жетуге көмектесулеріңізді сұраймыз. Сосын достар, бізге деген сұрақтарыңыз болса, Telegram арнамызға қойсаңыздар болады. Біз онда барлық сұраққа жауап беруге тырысамыз. Сілтемесі төменде. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QR ұжымы келесі видеоларда кездескенше.